Петропавл қаласының 5 ауданын қардан тазартылды. Таңның атысымен Береке Былғары зауыты, Ойқала, Заречный және Жұмысшы кенттерінде аталмыш жұмыстар басталып кетті. Қардан тазарту жұмыстарын 5 мекеме атқарып жатыр. Айта кету керек, аталмыш жұмыстар тегін жүргізілуде. Мы находимся в микрорайоне поселок. Көктемгі уақытта қаланы су басып кетпеу үшін осындай шара өткізіп жатырмыз. Заречный кентін Ағылпадан су 808 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тазартуда. Бұл жерге 20 техника жұмылдырылыпты. Значит, мы приняли решение вместе со своими субподрядчиками. Бір күн ішінде біз 2-2,5 шаршы метр қар шығарамыз. Бұндай шаралар өте қажет деп ойлаймын. Евгений Мамонтов Заречный кентінде 40 жылдан бері тұрып келеді. Сөзінше, ауданда қардан тазарту жұмыстары үнемі жүргізіліп отырады. Довольны стали, как стали убирать, стали все довольны. Таңертеңгі 7-лерде тұрсам, жұмыстың бәрі жасалып жатыр екен. Өте қуантады. Айта кету керек, айтылмыш жұмыстар басталғаннан бастап қала бойынша 337 мың шаршы метр қар шығарылды. Бұндай жұмыстарға 120 техника жұмылдырылыпты.